ақша туралы осы 5 нәрсені жақсылап ұғып алатын болсаңыздар, қарыздан спокойно шығуға болады. Біреумен отношениені құртқан кезімізде біз міндетті түрде қарызға кіреміз. Бауырымыздың кредитін жауап береміз. 18-ден асып кеткен 25-тегі, 23-тегі баламыздың кредитіне жауап береміз. Қарызбен ауру қатар жүретін дүние. Адамның миында ақша болмаса, адам ақша тартамайды. Масштабқа шығатын адамдар бірінші очередте айналасындағылармен, туған туыстармен, айналасымен, дос жаран дейсіз ба, барлығымен отношениені дұрыстау қажет. Біздің қазір елімізде өте адамдарда қарыз көп. Негізі қарыздың 5 себебі бар деп айтар едім. Мен ешқандай да мен Давлатовты да оқыдым, біраз нәрселерді оқыдым, бірақ негізінде мен өмірімде өзі практикамен өмір сүрген адаммын. Бүкіл нәрсені мен өзімнің өмірімнен алам. Мына қарызға кірудің негізінде 5 себебі бар да, бұл барлығы өзім басымнан өткен дүние. Бірінші себеп бұл ең бірінші отношениеден басталынады. Когда біз біреумен отношениені құртқан кезімізде, біз міндетті түрде қарызға кіреміз. Неге? Бұның сұрақтың жауабы неге деген сұрақ туады ғой енді. Бұның жауабы не? Жауабы әрбір адамды Алла тағала өзінің уникальный қылып Алла тағала жаратқанда, и біз Алла тағаланың жаратқан адамына претензия айтамыз да. Претензия айтып, соны біз қабылдамаған кезде біз бірінші очеред қарызға кіреміз. Қазір тыңдап отырсаңыздар, жақсылап өздеріңіздің не үшін қарызға кіргендеріңіз тауып аласыздар. Екінші, біз Құдайдың рөліне кіреміз. Бауырымыздың кредитін жауап береміз. 18-ден асып кеткен 25-тегі, 23-тегі баламыздың кредитіне жауап береміз. Оймесе оның астына пәлен миллионның машинасын алып береміз деген сияқты. Осылай Алла оған өзі бір сынақ беріп, оған сабақ беріп атқан кезде, біз оның алдына тұра қалып, сол нәрсесін жауап бергіміз келіп тұрады да. Сол кезде біз екінші мәрте уже Құдайдың рөліне кіреміз. Түсіндіңіздер ме? Үшінші мәрте қай уақытта біз қарызға кіреміз? Үшіншісі бұл өзімізге ақша салмаған кезде. Өзімізге бір тісімді жөндетем деп уәде бердік, бірақ жөндеткен жоқпыз. Емесе бір Таиландқа барып демалам деп бір нені көріп өз-өзіңге уәде бердіңіз, сіз оны істеген жоқсыз. Осы өзімізге ақша салмаған кезде біз тағы қарызға кіреміз. Өйткені Алла айтады, саған сен үшін мен беріп жатырмын, ал сен оны өзіңе істемей тұрсың дейді да, бізді қайтадан қарызға кіргізіп қояды. Төртінші, білімге біз салмаған кезде міндетті түрде қарызға кіреміз. Білім деген не? Білім бұл адамның санасының ашылуы және сананың дамуы. Осы сананы біз дамытпаған кезімізде, сол жаңағы айтады ғой, бір су бір жерде тұрып қалса, ол су тұра беріп сасиды. Сол сияқты біз бір жерде тұрып ешқандай алға қарай өсу процесі болмағанда, біз бір қызықты дүниені ойтоба мынандай нәрсе бар екен деп біз соны қызықпағанда, біз сол нәрсеге бір қызығып фокус қоймаған кезімізде бізде энергия болмайды, тұрып қаламыз. Сол кезде біз опять қарызға кіреміз. Бесіншісі бұл біреудің қақысына кірген кезде біз қарызға кіреміз. Осы 5 мәселе. Енді осы 5-еуін жақсылап тұрып өзіңізден ойлап қараңыз. Қай жерден сіз ақсаңдап тұрсыз? Сол жерден сізде уже жаңа утечка кетіп жатыр. Енді отношенияны, бірінші мысалы отношенияны біз қалыпқа келтірмедік. Қалыпқа келтірмеген кезімізде бұның ар жағында екінші бір тармағы бар, ауруға барып тірелеміз. Сізді ауыртады. Ауырған кезде біз тағы да ол жерден біз сабақ алмай, отношенияны жөндемеген кезімізде, құр ауруды емдей берген кезімізде, ауру ары қарай ауыса береді. Сөйтіп барады да, ар жағында уже онкологияға барып тіреледі. Сондықтан бұл қарызбен ауру қатар жүретін дүние. Кез келген аурудың ар жағында ақша жатыр. Ақшаның ар жағында отношение жатыр. Сондықтан ауру, қарыз бұл біреуі жаңағы энергетический ауру болса, екінші физикалық ауру болып тіреледі. Енді бұл жерде біз тағы екінші бір дүние бар. Когда біз
кез келген дүниеге зацикленный болған кезімізде ол нәрсе бізден алыстап кетеді. Егер біз тек қана маған ақша керек деп, ана қарыздан құтылу керекпін деп, ақша деп біз қуа беретін болсақ, біз ол ақшаны житамаймыз. Мысалы, мынандай дүние бар, мынандай дүниені айтқым келеді. Мен ақшаны жақсы көрем дейді. Иә, ақшаны кез келген адам жақсы көреді. Адамның миында ақша болмаса, адам ақша тартамайды. Мың жермен сіз жаңағы мақсат жазыңыз, басқа қылыңыз, азанда ерте тұрып медитация жасаңыз, жаңағы басқа қылыңыз, ақша сізге келмейді. Өйткені сіздің миыңызда ақша емес проблема тұратын болса, сіз ақшаны тарта алмайсыз. Ал ақшаны тарту үшін миыңызға ақшаны кіргізіп, ақшаны тартып алсаңыз, көп ақшаны, сіз оны ұстай алмайсыз. Неге? Опять сізде баланс дұрыс емес. Сондықтан ең бірінші очередте отношенияны құртпау керек. Біз отношениеге қарамаймыз, біз сразу ақшаға қарай жүгіреміз. Ақшаға жүгірген кезде, ақшаға жүгірген адам, ол ақшаға зацикленный адам. Егер де сіз мына нәрсенің үстінен мен ақша көремін, ана жерден мен ақша көремін деп сол ақшаға зацикленный болып, мына жақтағы отношенияны біз итеріп жауып тастап, ол бауырының болсын, ол сенің жаңа қанша жылғы жүрген подружкаң болсын, досың болсын, біз ол отношениеге қарамай, соның үстінен ақша көргіміз келіп, біз жүгірген кезімізде мынадан аласыз, жаңа подружкадан, бауырдан алып, ол қарызды бересіз, мына жақтан екінші қарыз сізде дайын тұрады. Неге? Сіз ана жерде отношенияны ойлаған жоқсыз. Сондықтан бүкіл адамды алдауымыз мүмкін, айналамызды алдауымыз мүмкін, өкіметті алдауымыз мүмкін, но біз вселенныйды алдай алмаймыз. Вселенной деп отқанымыз, ол не? Ол Алла Тағала, иә? Алла Тағаланы бәрібір алдай алмаймыз. Сондықтан бірінші очередте отношение дұрыс болу керек. Әсіресе масштабқа шығатын адамдар бірінші очередте айналасындағылармен, туған туыстармен, айналасымен, дос жаран дейсіз ба, барлығымен отношениені дұрыстау қажет. Ең бірінші очередте. Сосын екінші, Құдайдың рөліне кіруге болмайды. 18-ден асқан ол қыз, күйеуің болсын, ақша бермейміз. Тамақты ішін, жесін, ұйықтасын, бірақ ақша бермейміз. Екінші. Үшінші, өзімізді всегда қуантып отыру керекпіз. Өзімізге істеген, тапқан ақшамыздан міндетті түрде өзімізге ақша бөліп отыру керекпіз. Төртінші, білім. Білім міндетті түрде керек. Білімсіз адам ол қараңғылықта өмір сүріп жүрген адам. Құр тапқаныңды азынан кешке үстіңе киім киіп, ана жерде құран бар ма, той бар ма, шаба беретін адамдар бар, өстіп қып-қызыл ауру болып келетін адамдар бар. Осылардың ар жағына қарап тұрсаң, білімге ақша салмайтындар. Бір нәрсені оқу, білім десе зәре салмайтын адамдар бар. Ол білімсіз адам, ол қараңғы адам. Ондай адамнан нормальный білімді, бақытты балалар, бақытты немерелер өмірде өсіп өнуі өте қиын болады. Сондықтан білімге міндетті түрде салу керекпіз. Бесінші, ешкімнің қақысына кірудің қажет жоқ. Өзіңнің еңбегіңді, әрбір адам іштей өзінің еңбегінің қанша екенін біледі. Іштей әрбір адам қай жерде не істеп тұрғанын біледі. Дұрыс емес істеп тұрғанда, дұрыс істеп тұрғанда адамдар біледі. Білмеймін деген адамдар болмайды, барлығы да біледі. Бірақ соның ішінде өзін жаңағы дұрыс емес нәрсесін дұрыс нәрсеге бұрып алып, ана эгосы деп айтама, не дейді, ана суицайда эго деп айтады, басқа жерде жаңағы молдалар шайтаны басым деп айтады, бізде онда сущності жоғарғы деп айтады да. Сондықтан ешкімнің қақсына кірмей тірлік істейтін адам, сондай адам жетістікке жетеді. Сондықтан қарыздың осы 5 мәселесі бар. Ақша туралы осы 5 нәрсені жақсылап ұғып алатын болсаңыздар, қарыздан спокойно шығуға болады. Енді дәл осы жерде мен тағы бір дүниені айтқым келіп тұр. Енді осы бесеуінің қай жерінен кетіп тұрғаныңызды білдіңіз. Енді сол нәрседен қалай шығамын деген вопрос болады, қалай шығамын? Сразу сіз Құдайдың рөліне кіріп жүрсіз ба? Түсіндіңіз, бауырыңызды, біреудің жаңағы несін жауап беріп жүрсіз, қарызын деген сияқты. Енді мен бүгіннен бастап, дәл осы жерден бастап, мен мына дүниені жасамаймын. Жаңағы Құдайдың рөліне кіруді тоқтатамын. Емесе жаңа бұдан кейін білімге мен ақша саламын.
деп өзіңізге Аллаға уәде бересіз. Екінші, бұл нәрсені мен істемеймін деп тактиканы ауыстырасыз. Сол кезде Алла тұрады да сіздің потогыңызды резко ашып жібереді. Осы бесеуінің ішіндегі қайсы сіздің минусыңыз болып тұр, қарызға кіруіңізге себепкер болып тұр, сол нәрсені сразу түсініп алдыңыз ба? Дереу Аллаға айтамыз, мен түсіндім, мен мына жерден қате кетіп тұр екенмін, екінші осы нәрсені істемеймін дейсіз да, момент сол жерде Аллаға уәде бересіз, өзіңізге уәде бересіз. Болды. Ертесіне сіздің жаңағы резко потогыңыз ашылады да, тіке дұрыс жолға қарай жүре бастайсыз. Сондықтан өтініш сіздерден осы мен айтқан 5 нәрсені жақсылап өздеріңізден тексеріп шығыңыздар. Сіздерге беріп тұрған бұл техника. Осы техниканың арқасында моментально 1-2 айдың көлемінде спокойно сіздер қарыздан шығып кетесіздер. Енді осы нәрсеге бір қосып жіберетін дүние, бұдан да мықты осы нәрседен 1-2 айдың, даже 1 айдың көлемінде алып шығатын космоэнергетикада мықты техникалар бар. Ол жерде тоже ақшаның потогына түсетін жаңа техникалар бар. Сондай каналдар, именно жұмыс жасайтын частоталар бар. Осылардың бәрін владеть етіп, энергияңызды дұрыстап алып, жаңағы бай болғым келеді десеңіз, қарыздан құтылғым келеді десеңіздер, космоэнергетика курсына келіңіздер. Бұл жерде энергияларыңыз дұрыстайсыздар. Естеріңізде болсын, ақша адамның энергиясына келеді. Ақша адамның ақылына, ақша адамның іс-әрекетіне, тірлігіне, істеген жұмысына келмейді. Ақша адамның энергиясына келеді. Осыны еш уақытта ұмытпаңыздар. Энергия мықты болған кезде ғана сіздің санаңыз дамиды, энергияңыз мықты болған кезде ғана сіз бүкіл сұраққа жауап аласыз. Энергияңыз мықты болған кезде ғана сіз масштабқа шығып ақшаны өзіңізге тарта аласыз. Сондықтан космоэнергетика курсын міндетті түрде кез келген кәсіпкер, эксперт міндетті түрде игеру керек. Менің бұл YouTube арнамда көптеген сұрақтардың жауаптары болады. Өмірге керекті, адамдарға керекті және көптеген шешілмей жүрген мәселелердің жауаптары айтылатын болады. Сондықтан менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, Инстаграмыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Потом өздеріңіз анализ жасап, қайсының қалай екенін өзіңіздің өміріңізден алып қарайсыздар. Және басқа да дүниелермен салыстырып отырып, көптеген түсінікті алатын боласыздар. Сондықтан міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп отырыңыздар.